Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен қар үйіндісі немесе сугробы салатының жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін тұқымды екіге бөліп, сарысын бөлек ыдысқа саламыз. Еземіз, дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп, майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Тұқымымыздың салмасы дайын. Енді қайта тұқымның ағына осы салмамызды саламыз. Үстері қисық болса да бәрібір. Салатқа бұл тұқымдарды төңкергенде көрінбейді. Пиязымызды уақтап кесіп, қызартып, қуырып дайындаймыз. Піскен сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Артынан картобымызды да солай өткіземіз. Тауық етін ұсақтап бөлеміз, немесе тураймыз. Менің бұл видеом ұнаса, мені қолдап лайк басып, каналыма тіркеліңіздер және видеомды соңына дейін қараңыздар. Үлкенірек ыдысқа салатымызды жинаймыз. Әдемілік үшін майонездің бұрышын қиып аламыз. Бірінші ыдысымызға майонез жағамыз. Содан соң үккіштен өткізілген картобымызды саламыз. Тұз себелейміз. Майонез қосамыз. Жаңағы үккіштен өткізілген сәбізімізді үстіне саламыз әдемілеп. Одан соң тағы да тұз себелейміз. Әр слойымыздың ортасына тұз бен майонезді ұмытпаймыз. Жаңағы тауық етін қосып, дұрыстап әдемілеп, үстерін дұрыстап аламыз. Одан кейін тағы да үстіне майонез қосамыз. Қуырылған пиязымызды дұрыстап салып аламыз.
Енді үстіне тұқымдарымызды төңкеріп, видеодағыдай етіп саламыз. Қар үйіндісіне енді ұқсап тұрғандай. Үстіне майонез саламыз. Майонезді әдемілеп үстіне жағып, оны кисточкамен дұрыстаймыз, өйткені бұл майонездің үстіне сыр жақсы болып жабысуы керек. Соңында сырды да үпкіштен өткізіп, салаттың бетіне себеміз. Әдемілік үшін укроп қойып безендіреміз. Салатымыз дайын. Ас болсын.